Ал, қайырлы күн достар. Баршаларыңызға Шарм-эль-Шейх қаласынан сәлем жолдаймын. Бүгін мен Experience Керасайс қонағы 5 жұлдызды қонақ үйінде демалысқа келдім. Енді осы қонақ үй туралы сіздерге кішігірім шолу жасайтын боламын. Осында бір апта демалыстамын. Бұл осы қонақ үйдің артықшылықтары, кемшіліктері, қандай жақсылықтары бар, жалпы қай жерлерін ескеру керек, соның барлығын сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. Бірден қазір сағат таңғы 8. Мына жақта таңғы ас беріліп жатыр. Сіздерге территорияны кішігірім таныстырып өтейін. Міне осы ар жақтан шлагбаум арқылы кіре беріс болады. Міне жазу. Енді бұл қонақ үйдің ерекшелігі, мына жерде Experience Керасайс Parkland дейді, және де мына жағында Experience Керасайс Premier дейтін екі қонақ үйді біріктірген. Негізі екеуі де бір десе болады. Мен өзім Premier әр жақта орналасқан менің бөлмем. Experience Premier бұл да екеуі бір-біріне бір қонақ үй десе болады, бірақ бөлек сияқты есептеледі. Бұл да бір маркетинг болуы мүмкін. Бір жақсы, екеуінің де асханасы бар. Сіз Паркландта қонсаңызда Премьердан тамақ аласыз. Сол жердің территориясында жүре аласыз. Премьердан да бөлме алсаңыз, Паркландтан келіп тамақ ішіп, осы жерде айналада жүре аласыздар. Екеуін бір қонақ үй деп есептеуге болады. Бұл бір артықшылық деп ойлаймын. Мына таңғы уақытта мына жердің бәрі жинастырылып, мына көгалды жерлерді суландырып жатыр, қараңыздаршы. Су сеуіп міне. Территориясы осындай. Енді қараңыздар. Осылай кіре берісте амфитеатр орналасқан. Осы жерлерде кешкі уақыттарда концерттер, анимациялық шоулар жүр. Енді мынау кіре берісі. Осы жерге барлық ана автобустар келген қонақтарды кішкентай автобус бөлмелерге апарады. Ал үлкен автобус ол пляжға немесе Нама Бэй, Сохо, Сквер көшелеріне алып барады. Осындай мен кішігірім газельдері бар. Енді кіріп көрейік. Кіре беріс. Осында үлкен люстрасымен бар, Мына жақта бар. Мына жақта ресепшн орналасқан. Қараңыздар. Өзіне кірген беттегі әсер болады. Мысалы, маған кірген бетті жақсы әсер қалдырды. Мысалы, мына жерде. Осындай. Өзіңіз қарап көріңіздер, бақылап. Қалай? Ұнай ма сіздерге? Мына жер ресепшн, теледидар. Енді осы қонақ үймен сәл таныс болсақ, мінекей, бұл бірінші Береговаяда орналасқан емес, яғни дәл қасымызда өзіміздің жағажай жоқ, яғни оған автобус қатынайды. Мысалы, мына жерде Coral Beach дейді, яғни коралловый пляжға 8:30-да, 10:30-да, 12:30-да және 2:30-да автобус қатынайды, және де осындай уақыттарда автобус сізді кері алып кетеді. Сондықтан да автобусға бір күн бұрын ерте жазылған дұрыс. Және де бір ерекшелігі песчаный, құмды жағажай бар. Яғни коралды емес, тек қана құм. Ол өзінің ұнайтын адамдар үшін. Оған да автобус қатынайды 9:30-да, 11:30-да, 1:30-да және де осы уақыттарда қайтады. Және де мен қолымды қарайтын болсаңыздар, білезік тақты, яғни все включено. Барлығы ішіне кіреді. Осындағы бардағы сусындар, қонақ үй, аквапарк, бөлме, барлығы осында кіреді. Міне, жерге қарасаңыздар, сусындардың түрлері бар. Мысалы, настақанды алып, кез келген сусыныңды ішіп кете берсең болады. Ана жақта кофе. Бармені жоқ екен, әлі шығып кетті қойдым. Мына жерде отырып демалатын орындар.
осылай. Енді осы ресепшннан былай қарай шықсақ, осы қонақ үйдің басты алаңына, яғни басты бассейніне тап боласыздар. Енді сіздерге көрсетейін. Мінекей. Әр жақта таулар көрініп тұр ма? Бұл Синай таулары. Біздің қазір бөлмемді көрсеткен кезде сол Синай таулары көрінеді. Міне осы басты алаңда осындай әдемі көрініс бар. Біраздан кейін су қосылады. Дельфин, тасбақа. Ар жақта дельфин қараңыздар. Енді бермен қарай. Енді таңғы 8 болғаннан кейін әлі адамдар аз. Бірақ сонда да мына жақтар жинастырып жатыр. Мынау бассейн. Арасында анимациялық шоулар жүреді. Су нормально жылы екен болады суге. Біраздан кейін осы сулардың температурасын анықтайтын боламыз. Түсіп көретін боламыз суға. Қараңыздар. Таңертең болса да адамдар уже біреу орамалын қойып, біреу мына жақта мына футболкасын қойып орнын алып алған екен. Яғни қазір біраздан кейін бұл жерде орын азаяды деген сөз. Міне. Қалай бассейннің көрінісі? Ар жақта да бар тұр. Енді сіздерде егер достар осындай все включено болса, негізі Египетте бәрі солай ғой көбінесе. Осы бардан сусыныңызды тапсырыс берсеңіздер болады. Тек кейбір сусындар ғана ақша тұруы мүмкін. Кейбір өнімдер ақша тұруы мүмкін. Мысалы, балмұздақ деген сияқты. Және де достар, бір пайдалы ақпарат. Осы жаңағы мен әр жағында тұрдым ғой бассейннің, үлкен бассейн. Енді бардың бер жағында осылай балаларға арналған бассейн бар. Қараңыздар. Андай горкасымен сырғанап осылай. Балаларға да бұл отель жарай береді. Қазір ар жақта да міне Синай таулары көрініп тұр. Енді ар жақта да біраз жер бар екен, сол жерді қазір біраздан аралап көреміз. Енді мына жерде осы Паркландтың асханасын көрейік, таңғы ас. Одан кейін бірге тамақтанатын боламыз. Асханасына келдік. Мына жерде осы көздеріңізше сок дайындап береді. Хорошо, спасибо. Міне қараңыздар, бір сок $2, yes? Мінекей. Көздеріңізше осындай сок дайындап береді. Мінекей енді осы асханаға шолу жасап көрейік, қандай тамақтар бар. Таңғы аспен бізді таңғалдыра ала ма? Жалпы соны бірге бақылайық. Сіздерге ұнап жатыр ма, ұнамай жатыр ма комментарийға жазып отырыңыздар. Міне осылай далада тамақтануға болады, және де осы ресторанның ішінде тамақтануға болады достар. Мына жерде мені қарайтын болсаңыздар. Hello. Excuse me. Міне о, круассандар. Міне осындай тамақтар. Блинчиктер. Thank you. Мына жерде сіздерге жұмыртқаны даярлап береді. Яичник дейді, таңғы ас ретінде. Осы жерден ыдыстар алып, осылай қарай жүреміз. Ресторандарға сай, бұл жерде міне соктың түр-түрі, шайдың, ыстық су, кофе, ыстық сүт бар. Осындай стақандармен алып іше берсеңіз болады. Егер шыны стақандар бітіп қалса, бұл жерде әдетте пластмасс стақандар қояды. Мына жерде нан өнімдері ұннан жасалған. Қараңыздаршы. Тәтті дәмділер түр-түрі бар. Келесінде таңғы ас салаттары, мына жерде май, халва, сырлар, сырдың түр-түрлері көрдіңіздер ме?
Міне жеміс жидектер. Мына жерде салаттың түр түрлері. Міне сыр, колбаса түр түрлері бар. Мына жерде қарайтын болсақ, тамаша. Бұл овес тарыдан жасалған көже. Тамаша. Бұл жерде пирог, кускус. Сиыр етінен бекон, халал өнім, тауық колбасасы, пюре. Бұнау сиыр етінен сосиски, жұмыртқа, әртүрлі дәмдеушілер қосылған бар. Және бобы. Достар, осындай. Енді мына жерге қарап көрсеңіздер, әртүрлі джемдар, вареньелер, міне балдардың төресі, ұядағы бал. Міне йогурттар, көрдіңіздер ғой. Жеміс жидектер, қауын, дыня. Және де міне ананас, алма. Жалпы осындай. Ал достар, сіздерге таңғы ас ұнады ма? Қалай екен? Менің ойымша бір тойып тамақ ішуге болады. Өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Тамақ ішіп жатқан адамдар болса, астарыңыз дәмді болсын. Ал достар, олай болса, өзімнің бөлмемді көрсетейін. 43-27 деген номер. Қандай екен? Делюкс румға жатады. Карточкасын саламыз. Осындай бөлме. Кірген бетте дәретхана. Олғайтық шайнегі бар. Фен жұмыс істеп тұр. Мына жерде шампуньдары бар, гельдары бар. Осындай душы бар. Одан кейін былай қарай жүре берсек, екі бөлек төсегі бар. Египетке тән екі картинасы бар. Осындай жоғары қабатта айнасы. Мына жерге чемодан қоятын жері бар. Қоқыс тастайтын. Үлкен теледидар, қосып көрдік, жұмыс істейді. Бөлме іші осындай жалпы. Одан кейін екі орындық бар, қосымша бір кішкентай үстел бар. Ортада шам, телефон. Ең күштісі делюкс румда балконымен 3-ші қабатта орналасқан. Осындай көрініс. Ар жақта Синай таулары, бассейнге қараған көрініс. Жалпы әдемі. 3-ші қабатта. Бұл жерде де екі үстел, екі орындық, бір үстелмен бар. Жалпы осындай. Енді осы отельдің өзімен танысайық. Жалпы уақыттылымен, концепциясымен таныс болайық. Мінекей қараңыздаршы. Бірінші енді орысша жазылған, ағылшыншасы да бар, бізге енді орысшасын берді. Завтракты қараңыздар. Завтрак, таңғы ас, шведский стол, сағат 7-ден 10-ға дейін екен. Сосын таңғы асқа үлгермегендерге закускалар бар. Ол 10-нан 11-ге дейін дейді. Ред барды. Енді түскі асқа келетін болсақ, түскі ас 12:30-нан 2:30-ға дейін. Сосын одан кейін арасында түскі асқа үлгермегендерге закуска бар. Ол 3-тен 4:30-ға. Одан кейін кешкі ас 6:30-нан 9-ға дейін дейді. Енді бұл қонақ үйдің тағы да ерекшеліктері, балалар бағана айттық қой, аквапарк бар деп, балаларға арналған меню бар. Және де барлары, енді все включено болса, барлардан кез келген сусыныңызды ала бересіз. 10-нан бассейндіға
Барлардың біреуі 12-ге дейін істейді, 10-нан 12-ге дейін, біреуі 10-нан кешкі 6-ға дейін істейді. Ал террасадағы бар 4-тен 12-ге дейін істейді, аквапарктағы 10-нан 5-ге дейін істейді, шиша бар 4-тен кешкі 12-ге дейін істейді. Енді қосымша ақылы услугалар бар, қызметтер. Ол жаңа дайвинг центр, кейбір қымбат алкогольді ішімдіктер, мороженое, турецкий кофе, дәрігер, телефон, джакузи, сауна, спа, массаж дейді. Енді телефонды справочник хабарласуға болады. Аквапарктың уақыты күніне 2 рет істейді, яғни 10:30-нан 12:30-ға дейін. Және де 2:30-нан 5-ге дейін. Енді қазір кішкене уже сезонды уақыт апрель-сәуір болғаннан кейін мен байқадым, аквапарк негізі сәл жарты сағатқа, 1 сағатқа көбірек істейді, айтылған уақыттардан гөрі. Енді қараңыздар, сіз егерде қайтам деп шешсеңіз, мысалы кететін күніңіз болса, сіз қонақ үйге сағат 2-де бірақ орналастырыласыз. Ал 12-де сол күні босатуыңыз керек бөлмені. Ал егер созам десеңіз, 4-ге дейін созам десеңіз, обедімен $25, 6-ға дейін созам десеңіз, обедімен $40, 8-ге дейін созсаңыз, уже ішінде кешкі ас бар, $60, ал кешкі 11-ге дейін созам десеңіз, $75 төлейді екенсіз. Сейф тегін, өзі номердің кілті болады, олар жоғалтуға болмайды. Қонақ үйдің орамалдары, олар жоғалтуға болмайды. Қолыңызға браслет тақса, онда жоғалтуға болмайды. Өзінің бағалары бар, көрдіңіздер ме? $10, 300 фунт, және де тағы да $10 дейді. Банк бар, ресепшн жақта. Спасибо за выбор experience Keresайс паркынан дейді. Мінекей осылай, достар, қысқаша таныстырылым. Және де мен айттым, пляжға барады. Намабайға, Сохо скверге сағат 8-де баратын күнде. Яғни кешкі 11-де қайтатын автобус болады. Намабай үшін $1, Сохо сквер үшін $2, достар. Мен жалпы отельге осындай қысқаша таныстырылым болсын. Мынау сол экспириенстің ауласы. Біз жаңа мына жақтан шықтық, біздің бөлме. Қараңыздар. Мына жақта құстарды көріп тұрсыздар ма? Мына жерде футбол алаңы бар. Футбол ойнайды кісілер. Мына жерде а-ля карт ресторан, итальянский ресторан бар. $20 тамақтанам десеңіздер. Енді мен қазір сіздерге көрсетейін деп тұрғаным ол аквапарк. Бұл жердің аквапаркын бәрі мақтайды. Мына жерде шағын карта қосып қойыпты. Қай жерде орналасқан бәрінің аквапарк мына жақта. Енді жаңа айттым, тағы да қайталап өтейін. Бұл экспириенс балаларға да арналған. Отбасыңызбен келсеңіздер, міне балаларға арналған горкалар бар, әткеншектер. Мына жерде үлкендерге арналған. Hello. Мына жерде орамал.
орамал аласыз да осы жаққа келіп аквапаркқа әкелсеңіз болады. Міне балалардікін көрейік. Міне. Менің ойымша балаларға тамаша ғой. Қараңыздаршы. Міне балалар жүзіп жүр. Ана жерде құтқарушы ағай отыр. Ал енді ересектердің аквапаркын шолып қайтайық. Бұл енді үлкендеу, аумағы жағынан балалардікінен бір 2-3 есе үлкен деп айтсақ болады. Мына жерде жатқыштар, адамдар жатып, мына жерден өзіңізге керегін алып, сырғанауға арналған. Міне. Су салыстырмалы түрде таза, бағана таңертең тазалап шыққан. Мына қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6 көріп тұр мына жерде. 6 горка. Және жаңа сары мен 7. Андайлар бар. Кеттермен қарай. Аның суына қараңыздар. Суы салыстырмалы түрде таза. Қазір енді осылардың бәріне тест жасап көреміз, сырғанап көреміз, қайсы жақсы, қайсы қызықты сіздермен бөлісетін боламын. Қараңыздар, баспалдақ арқылы мінеді. 3-4 қабат. Ар жақтан да солай. Негізі осы ең қорқыныштысы осы дейді, негіз көреміз қазір. Мынау ағамыз да қолына салып атты. Су қорғайтынмен бірге түскісі келіп жүр дейді. Міне жаңа ар жағынан 7 көрген болсақ, енді бер жағында көрейік қанша бар екен. Міне суын қараңыздаршы. Су жылы. Қанша мұнда? 1, 2, 3, 4, 5. Бір 11 ма? 11. Общий 11 горка көріп тұрмын. Енді достар, сырғанақ көрейік. Аквапарк көрейік. Міне, телефоныма, камерама су өтпейтін қабыршақты бетіне жасап қойдым. Бұйырса енді осымен бірге суға түсіп көрейік, аквапаркқа сынап көрейік. Қолымда мынандай. Міне осыған кәтеліп көрейік. Енді жалпы аквапарк енді Қазақстанда да бар ғой. Астанада білесіздер. Енді бірақ осы жол осыны көрейік. Енді келіп отырғаннан кейін осы экспириенстің бір ерекшелігі осында. Өзінің жеке меншік аквапаркі бар. Яғни қонақ үйдің ақшасын төлесеңіз, осы ішіне аквапарк тегін кіреді. Қазір күндей. Көрініс қалай? Ар жақта Синай таулары, бассейн. 4-ші тіпті 5-ші қабатқа секіріп бара жатырмыз, көтеріліп. Bro. Bus. Oh, thank you. Experience, aquapark. Very good, very nice.
Как зовут? What's your name? Muhammad. Muhammad. Bekaris. Bikaris. Bekaris. Kazakhstan. Ibrahim. Hima. Ibrahim? Hima. Oh, Hima. very Hima. good. Hima. 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 Oh, very good Hima. I'm Beka. Beka. Oh, good Beka. Хороший Beka. Хороший деп итеріп жүрмесін ал көрейік. Очень сильно, Ibrahim. Очень сильно Beka. Oh, no. Очень сильно. Al kettik. Раз, два, Три. три. Dostlar, kalay. Beni. Маған ұнады аквапарк. Паркқа түсіп болдым. Барлығы ұнады. Енді бірден көрсейші сіздерге. Мына жерде фон жақсы да. Қараңыздар. Ар жақта адамдар фотоға түсіп жатыр. Мынау ағаштың әдемі да. Ар жақтан Синай таулары. Мына жерге фотоға түсуге болады. Қалай сіздерге экспириенстің аквапарк жайлы не ойлайсыздар? Қандай ой түйдіңіздер? Мына жерде қасында бар. Сол бардан тапсырыс берейік бірдеңе ішуге. Әңгіме айтып тұр көрдіңіздер ма? Мына жерде не бар? Сок бар, кола, juice. Шетіндерге жақсы пиво бар. Мына жерде міне балмұздақтар. Көрдіңіздер ма? Бағаны қараңыздар. $2. Что вы? Айскрим. Что вы? А? Что вы? Брат, дай мне один фанта, дай фанта. Я то фунту, хорошо? Хорошо. Түсірме дейді да. Мінекей фантамды алдым. Мына жерде барда тегін қызмет көрсетеді. Су тегін барлығы. Осы бір қызығы бұл жердің фантасының дәмі бөлек екен да. Қазақстанда сәл түсі де өзгеше ше. Бізде кішкене ашықтау сияқты. Сосын мөлдір түсті ше, прозрачный дейді ғой. Амында кішкене ондай емес, тұнық емес, әрі сәл қоңырқай түсті. Дәмі де бөлек. Бірақ жақсы ішуге болады. Достар, мінекей экспириенстің Коралловый пляжына келдік. Осына көп адамдар осы экспириенс қонақ үйін тек қана тамағына бола, тазалығына бола емес, сонымен қатар осы бір емес екі пляжы, екі жағажайы бар үшін таңдайды. Соның бірі Кораллды пляж, яғни
өзінің поддоны бар. Осы арқылы бірнеше метр тереңдікте балығы бар, коралды тастары бар. Жерге тап боласыздар. Міне, бұл жерге келіп тұрмын. Міне, көрінісі былай қараңыздар. Аумағы шамамен жетеді. Кісі көп емес. Барлығына жетеді. Кейбір адамдар, мысалы, қазір аяғыма су келіп тұр, өте жылы суда. Енді қазір суға түсіп сіздерге көрсететін боламын. Ал мінекей жаңа ғана жағажайына түстік. Мен өз басыма коралдар, балықтар бәрі ұнады. Экспириенстің жағажайы осындай. Әдемі негізі. Адамдар демалып жатыр. Бір жақсысы бар. Осы жерден су буып алып ішуге болады. Ар жақта душ бар. Молдовиядан келген адамдар, жан-жақтан келген туристер көп, әртүрлі. Ресей болсын, қазақтарымыз көп. Көп жалпы. Кім болсын. Қазір не тапсыз бердің? Алdım. Nasıl sularında biz? Sular үшін. Bana Қайсы? Ол платный шығар, жанып тұр ғой. $5. Fresh $2. Cocktail $5. Анау $5, анау $2. Excuse me. One juice please, orange.
Neçe? Miniki dostlar. Осылай келесің. Суға түсесің да. Bir жерге келіп отырып демалуға болады. Ол біз әрмен қарай кеттік. Жаңа бардан су ішкеннен кейін аяқта караоке. Адамдар душқа түсіп жатыр. Душ бар. Енді мына жерде осы арендаға жалға беріп қоятын үйлер ма деймін. Жинақ орналасқан екен да. Қараңыздаршы. Ана жақтағы үйлер. Күн жақсы, ауа райы бір 27-26 градусты көрсетіп тұр қазір. Ұшақты көріпсіздер ме? Кетіп көрсеткен. Сол достар осылай жағажай ұнап жатыр. Қонақ үй ұнап жатыр. Тамағы да жақсы. Жағажайы да, пляжы да жақсы. Мен мына жаққа әдей бара жатырмын. Не бар екен мына жақта көрейік, білейік. Сіздерге көрсетейін деп. Бұлай әдемі орналасқан. Айналаның бәрі көк жасыл. Гүлдер. Мынадай тамаша ағаштар бар. Мына жерде дүкен бар. Маска, ласты, караоке сатады. Енді әзірге ешқандай не жоқ. Бұл қонақ үй туралы. Өзінің бағасына сай деп ойлаймын. Негізі бұл Египетте қымбат емес қонақ үйлерге жатады. Мына жерден андай кіребесте бар. Закрыто, да? No open. Okay. Мына жерде мынандай жер бар екен. Мына жерден күшті көрініс көріп болады. Қараңыздарш, әдемі көрінісі. Шатыспасам түскі астың уақытында бұл жерден тамақ береді. Мына жерде бағана түскі ас берген ау деймін. Қарап отырмын да. Тазалап жоқ қойыпты. Бұл жерде де су ішіп алып ішуге болады екен өзі. Сол достар болса. Көрсеттім. Экспириенстің Аралды жағажайына өзінде осы.
Мінекей, бүгін Египеттің ауа райын, судың бассейнінің температурасын өлшеп көреміз. Сіздермен бірге. Мына жақтан шықтым. Енді жалпы осы экспириенста, енді айттым ғой, 2 қонақ үй бар деп. Біреуі премьер болса, біреуі паркланд. Енді барлығын санағанда бір 4 бассейн бар. Главный жерде, басты жерде орналасқан. Ал негізінен балалардікімен санағанда бір 5-6 бассейн бар. Мынандай әдемі көрініске қараңыздаршы, мына премьердің аумағы. Мен қазір дәл қолымда термометр бар. Қазір таңғы 8, ауа райы 25 градусты көрсетіп тұр. Енді ана бассейннің қазір температурасын өлшеп көрейік. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Мінекей бара жатырмын. Мына бөлмелерді қараңыздаршы. Анау жоғары қабаттың біреуі деп біз жатырмыз. Мына жерде бірінші қабатта жатады адамдар, 3 қабаттан құралады. Жалпы 3 қабатты. Қарап отырсаңыздар. Мына жердің барлығы жасылданған, көгалдандырылған. Міне, бассейнға да келіп жеттік. Мына жерде де бірнеше бассейн бар. Бас аяқсыз 5-6 бассейн бар. Жететті орын деген жетет бәріне. Мына бассейнде тәртібі. Мына жерді көрдіңіздер ме? Мына жерде міне концерт өтетін жері бар, бірақ та әлі мен неше күн болдым, бір концерт көрмедім, шыны керек. Мына бассейн. Бассейнді қараңыздар, тазалығын. Таза, иә? Енді осы бассейннің температурасын өлшеп көруге болады, қолмен ұстап көрсек. Жақсы. Жылы екен шамамен. Температурасын өлшеп көрейік. Судың температурасы бассейндағы. Бассейнда су 25-те 5 градус. Бұл шамамен жылы, қазір енді апрель уақыты суға түсуге болады. Сол достар, мына жерде аралап көрейік, тағыда не бар, не жоқ. Мына жерде барлығы 3 қабаттан орналасқан бәрі, көрдіңіздер ме? Мына жерде орамал беретін жер ма? Негізі сондай, бірақ жұмыс істемейді ау деймін. Шығындар деген ережелері. Мына жерде шығын көп екен, кәдімгідей жармасып кетті бәрі. Мен жалпы осылай бассейннің аумағы. Сосын мына жақта қараңыздар, спа бар екен, спа. Hills Club дейді. Қазір жабық тұрған шығар. Көрдіңіздер ме? Что-то істемейтін сияқты.
істемейді ау деймін. Онда ашылады кешкі 5-ке дейін дейді, бірақ білмеймін енді. Тазалығына қарағанда істемейді ау деймін. Және де достар, мына жерде тренажерный зал бар, жаттығып дайындалуға болатын. Қараңыздаршы. Спортпен айналысамын дейтін адамдар болса, мына жерде тренажерный залда бар екен. Былай қарасаң көп сияқты. Қайсысы істейді, қайсысы істемейді, енді қазір жабық тұр. Бірақ та жаттығуға арналған құрылғылары да бар екен. Дәрітханасын сүріп көрейік. Ешкім жоқ шығар. Шамамен таза, жақсы дәрітхана. Бір қуантатыны есік алынды жақсы, әдемі. Гүлдер, пальмалар, көгал, бәрі жақсы. Андай жүретін жолдары да әдемі. Маған қызықтырып тұрған мына жерде балалардың бассейні бар. Шамамен терең емес болу керек. Мына жерде жатуға болады. Сосын мына жақта джакузи бар екен. Джакузиді көрейік. Ана жер жұмыс істейді екен. Джакузидің суы жылы сияқты. 26-да 7 градусты көрсетіп тұр. Баған анау үлкен бассейн 25 болып тұрған. Жақсы. Енді сіздер апрель, май, жаз уақыттарына келсеңіздер, бұл ешқандай қатты рөл ойнамайды, себебі барлығы жылы болу керек, күн ысиды. Соған сәйкес суда ысиды деп. Бірақ сәл мына жерде тазалығына байланысты жапырақтар жүр енді. Таң атты ғой. Тазалайды шығар деген ойдамыз. Мінекей осылай. Аумағы енді бұл бір бөлігі ғана, бассейндер көп. Тағы 2 үлкен бассейн бар. Сонымен былай демалуға тұрарлықтай қонақ үй деп өзім есептеймін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Достар, мына жерде мынандай жерлер бар екен, қараңыздаршы. Бұл енді тіпті оңашаланған VIP бөлмелер ма деп қалдым, өйткені орналасқан жері бөлек, әрі әдемі екен да. Немесе сотрудниктардікі болуы мүмкін. Енді о жағын білмедім. Бірақ бір әдемі жерде орналасқан бөлмелер де бар екен. Мінекей достар, бұл қонақ үй жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр осылай. Көп бөлмелеріне реновация жасап жатыр. Бұл қуантады. We're going to say DJ Bunny as loud as we can, okay? DJ Bunny, okay? Are you ready to start it? Yeah! Okay, 1, 2, 3. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin. Et comme les petits canards, il faut que tout le monde se marre. Remue les hippopotames en faisant coin. À présent claquer du bec en secouant votre marais avec beaucoup plus d'entrain et des coin. Allez. Мына жерде дүкен алаңы бар.
Қазір жабық. Осындай әртүрлі заттар сатады. Сөмкелер, сусындар. Күндіз ашық тұрады, қазір жауып қойды. Достар, мінекей мына жерде осындай қонақ үйде зал бар. Ойын ойнайтын алаң. Және де ана жерде дискотека болып жатыр. Тегін дейді кіру. Бұл 0-ші этажда орналасқан. Достар, осымен менің саяхатым аяқталды. Осы қонақ үйде бір аптадай уақыт болдым. Қалай сіздерге саяхатым ұнады ма, қонақ үй ұнады ма, сол өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, арнама жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.